Ассаламу алейкум, құрметті YouTube көрермендері. Бүгін біз сізге эклерді қалай пісіруін үйретеміз. Керекті заттар: 5 жұмыртқа, сары май, ұн, 250 грамм су, тұз. Сары май бізге 100 грамм керек. Оны мынандай өлшегішпен өлшейміз. Және де ыдысымызды қойып, тарелка кнопкасын басып, ыдыстың салмағын алып тастаймыз. Ұнды өлшейміз. Ыдыстың салмағы 109 грамм болып тұр. Тарелка кнопкасын басып, ыдыстың салмағын алып тастаймыз. Нөлге түсті. Осы кезде 180 грамм ұнды өлшейміз. Және де шым-шым тұзды дайындап жатқан кезде қосамыз. Заварной тесті дайындаймыз эклерге. Енді жаңағы 250 грамм суымызды ыдысқа құйып, астын жағып, оған сары майымызды саламыз. Және шым-шым тұз саламыз. Су қатты қайнап кетпеу керек. Енді қайнауға жақындаған кезде тоқтатамыз. Сары май еру керек. Көпір шығып бастап жатыр. Енді көбігі шығып. Қатты қайнатпаңыздар. Дәл осы кезде ұн саламыз. Және тез-тез араластырамыз. Өйстіп 1-2 минуттай араластырамыз. Өзі дөңгелек комок болады, соған дейін араластырамыз. Астын өшіріп, енді пластмасса ыдысқа саламыз. Суыту керек. Пластмасса ыдысқа алып, осыған жаңа тестімізді саламыз. Жұмыртқа пісіп кетпеу үшін тестінің суығанын, сәл-пәл суығанын күту керек. Себебі оған жұмыртқа саламыз. Енді тестіміз суыды. Бұған кезекпен-кезек жұмыртқамызды саламыз. Бір-бірлеп салып, бәрін бірден салуға болмайды. Бір-бірлеп салып, тез-тез араластырамыз. Бір жұмыртқа әбден сіңгесін, араласпасын. Келесі жұмыртқаны саламыз. Енді екінші. Басында өстіп бірігіп болмайды. Жұмыртқа негізі тестінің сұйықтығына байланысты қосасыз. Төртеу немесе бесеу қылып. Тестіңіз қатты сұйықта болып кетпеу керек, қатты қою да болмау керек. Қазір тестінің өзінің шыққанына қарай қосамыз.
венчикпен араластырсақ болады. Тестімізді әлі қою. Біз шыныттан қосамыз. Менің жұмыртқаларым кішкентай болған сияқты, сол себепті мына тесті әлі қою. Тағы бір жұмыртқа қоссақ болады. Тестіміз дайын болды. Мынандай болып созылу керек. Дайын болған тестімізді осындай кондитерлік пакетке саламыз. Противенімізге пергамент қағазын төсейміз. Енді эклерімізді жасаймыз. Ара қашықтықтарын алшақтау қылып жасау керек. Қолымызды сулап, үстін басып жіберсек болады. Духовкамызды алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Енді эклерімізді саламыз. 180 градуста 40 минут пісіреміз. Отыз 35-40 минут тұру керек. Есігін ашуға болмайды. 35-40 минуттан кейін ашамыз. Қырық минут уақытымыз өтті. Эклеріміз дайын. Мінекей эклеріміз дайын. Осындай болып үлкейеді. Іші ортасы қуыс. Ортасының креммен толтырамыз. Енді эклердің кремін дайындаймыз. Оған бізге керегі 33%-тік сливки 500 мл және де сахарная пудра 50 грамм. Өлшейтін ыдыс қажет. Сливкиді қолданар алдында салқындатқышқа қойып, тоңазытқышқа қойып салқындатып аламыз. Және қолданар алдында шайқаймыз. Майы бөлек астында тұрады, сондықтан шайқап қолданамыз. Және 500 мл миксерімізге құйып, миксерімізде тоңазытқыштан алынған салқын. Енді 50 грамм сахарный пудрамызды қосамыз.
Бірінші жай жылдамдықта миксерімізбен араластырамыз. Бір минут жай жылдамдықта араластырып, сосын үлкен жылдамдыққа қоямыз. Енді эклердің ішіне кремін толтырамыз. Оған эклерді 2-3 жерден кесіп алу керек. İçine kремін толтырамыз. Достар, бұл бейнеролик ұнаса лайк басыңыз, ұнамаса дизлайк бассаңыз да болады. Және достарыңызды біздің арнаға жазылуға шақырыңыз. Сіздермен бірге сағын және нұрлы.